Армысыздар, қымбатты телекөрермендер, эфирде бағыт бағдарламасы. Бүгінгі бағдарламаның тақырыбы судағы қауіпсіздік. Бағдарлама қонағы Қарағанды облысы төтенше жағдайлар департаменті азаматтық қорғаныс басқармасының аға офицері, аға лейтенант Бақтияр Марлен Ардағұлы. Студиямызға қош келдіңіз. 1 маусымнан бастап шомылу маусымы ресми түрде ашылады. Облыстық төтенше жағдайлар департаменті оған қалай дайындалды? Қарағанды облысының төтенше жағдайлар департаменті суға шомылу маусымы басталғаннан кейін ауқымды алдын алу шараларды өткізді. Бұқаралық ресми құралдарында суға шомылу рұқсат етілген және тыйым салған жерлер туралы ақпаратты жариялады. Облыс аумағында 83 орын Қарағанды облысының әкімдігінің қаулысымен ресми түрде бекітілді. Облыста, яғни Қарағанды қаласы мен Приозерск қаласында 17 су айдынында шомылуға тыйым салынған. Қауіпті аймақтарда және тыйым салынған жерлерде тыйым салатын белгілер мен қоршау орнатылды. Жыл басынан бастап облыс аумағында 170-тен астам белгі орнатылып, ал соңғы 5 жылда 1000-жарымнан астам белгі орнатылды. Және мамыр айында Қарағанды облысының төтенше жағдайлар департаменті демалыс орындарының басшылығы мен әкімшілігімен кеңес өткізді. Сол кеңесте оларға өз шомылу орындарын барлық талаптарға сәйкес келтіру туралы айтылды және белгіленді. Яғни жаңағы шомылу айдындары бар орталықтармен осындай жиналыс өткізілді ғой. Су айдындарында адамдардың қаза болу қаупі артады. Судағы өлімнің негізгі факторлары қандай себептері? Жүргізілген талдау көрсеткендей, судағы өлімінің негізгі себептері бұл мас күйіндегі суға түсу, рұқсат етілмеген тыйым салынған жерлерге суға түсу, терең жерлерге сүңгу, балаларын жағажайда қараусыз қалдыру, өз күштерін бағаламау болып табылады. Енді осыған статистика келтіріп өтсеңіз, өткен жылы облыс орталығында қанша адам суға кетті? Олардың жасы қандай болды? Жыл сайын осы шомылу кезеңінде орта есеппен 12-15 адам суға кетеді. Мысалы, 2019 жылы облыс аумағында 17 адам қаза болды, ал 2020 жылы 12 адам суға кетті. Ауқымды алдын алу шараларының арқасында су айдындарындағы оқиғалар санын азайтуға мүмкіндік туды. Және ағымдағы жылы осы мамыр айында облыс аумағында екі жағдай тіркелді. Өзіңіз естігендей, осы Қарағанды қаласында 27 мамырда Майқұдықта көгілдір тоғандары су айдынында 17 жасар бала батып кетті. Ол достармен барып, шомылып, өз күшін бағаламай суға батып кетті. Осындай жағдайларда оқиғаларды болдырмау үшін біздің департамент сол қауіпті жерлерге мобильді бекет орнатты. Осындай мобильді бекеттер көп па? Облыс бойынша осындай 12 мобильді бекеттер қойылған. Жалпы осы өткен жылы, биылғы жылы қанша адам құтқарылды? Осы 2020 жылы Қарағанды облысының төтенше жағдайлар департаментінің құтқару бөлімшелерімен 18 адам құтқарылды. Ағымдағы жылы осындай оқиғалар тіркелген жоқ. Енді мен осы батқан адамдардың жастарын айта кетейін. Жастарына қарасақ, олар 18-30 жас аралығындағы ересектер мен 7-10 жасар аралығындағы балалар болады. Ал пайыз ретінде қарасақ, 65% бұл ер адамдар, ал 35%-ын әйелдер құрайды. Оған не себеп деп ойлайсыз, жаңағы осындай пайыздардың болуы? Ол ер адамдар, олар достармен суға барады, демалады, ішімдік ішіп, солай батады. Ал негізгі себебі осы. Балалар, олар жазда, каникул уақытында, демалыс уақытында үйден кетіп қалады, ауылға барады, үйден қашып, өзендерге, көлдерге барып, осындай батқан оқиғалар бар. Біздің өңірде шомылуға арналған орындар қандай? Облыста қанша су қоймалары бар? Төтенше жағдайлар департаменті қанша су қоймасын қамтып, бақылауда ұстай алады? Былай барлығын айтсақ, облыс аумағында бізде 600-ден астам су айдыны бар. Оларда қазіргі уақытта 99 демалыс орны жұмыс істейді. Олардың әрқайсысында демалыс орны, шомылу орны бар. Рұқсат етілген шомылу кезеңі басталғанға дейін олардың барлық талаптарға сәйкес келтірілді. Олардың бәрі пляждар, жағажайлар. Әрбір орнатылған жағажайларда
құтқару құралдары мен жүзу құралдары орнатылды. Қайғылы оқиғалар болмас үшін тағы қандай шаралар атқарылу керек деп ойлайсыз тура сол жерлерде? Сондай жерлерде күн сайын рейдтер мен патрульдеу жүргізу керек, жадынама тарату керек, кішкентай балаларды жинап интерактивті сабақтар өткізу керек. Осындай программалар келіп телевизордан сөз сөйлеп, қазірда дамыған Инстаграм желілермен, Фейсбук арқылымен, әлеуметтік желілермен жұмыс істеу керек. Желілермен прямой эфирға кіріп түсіндіріп, күнде сондай алдын алу жұмыстары өткізгенде санын азайтады. Өйткені балалардың көбі жаңағы ғаламторда отырады дейсіз ғой. Дұрыс айтасыз. Мен өзім айтқанда 2019 жылы 17 адам батса, 2020 жылы 12 адам батты. Бірақ 2020 жылы карантиндік шараларға қарамастан біздің облыста шыға алмады ғой. Сосын біздің су айдындарымызда демалушылардың үлкен саны тіркелген. Одан бірақ соған қарамастан біз азайттық санын. Оқиғалардың санын біз азайттық. Яғни 2020 жылы жаңағы ашық алаңдарда демалушылардың саны көп болса да, суға батып кету азайды. Себебі ақпараттық шаралар белсенді жүргізілді дейсіз ғой. Бұл да сіздердің еңбектеріңіз. Солай ойлаймыз. Өте жақсы. Абылай республика бойынша айтсақ, республиканың су айдындарында жыл сайын 300-ден астам адам батады. Олардың 120-сы орта есеппен былай қарасақ балалар болады. Төтенше жағдайлар департаменті тыйым салынған жерлерде шомылудың алдын алу үшін не істеп жатыр? Шомылу маусымында департаменттің аумақтық бөлімшелері, жергілікті полиция қызметкерлерімен, әкімдіктермен, жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп, жағажайларда, тыйым салынған жерлерде, табиғи пляждарда күнде рейдтер мен патрульдеу жүргізеді. Және адамдар тыйым салынған жерлерде, пляждарда шомылса, оларды Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 364 бабы бойынша жауапқа тартылады. Осы 2020 жылы бойы 300-ден астам хаттама толтырып, сомасы 3 миллионнан астам теңге жазаға тартылды адамдар. Және айыппұл төледі. Айыппұл төледі. Және Қарағанды облысы бойынша Қарағанды облысының төтенше жағдайлар департаментінің құтқару бөлімшелерімен 7 су айдыны бақыланады. Бұл Федоров, Кеңгір, Самарқанд, Шерубай Нұра қоймалары және Балқаш пен Айнакөл көлдерінде біздің құтқару бөлімшелеріміз тұр. Олар күнде су айдындарында патрульдеу жүргізеді. Ал қалған су айдындарында біз осы алдын алу жұмыстармен, рейдтермен тексереміз және бақылаймыз. Ал мамандарыңызды қайда дайындайсыздар? Мамандарымызды біз осы мен айтқан құтқару бөлімшелерімізде дайындаймыз. Осы жылы 5 қаладан бізге 16 ерікті құтқарушылар келіп, біз оларды үйреттік, оқыттық. Олар одан кейін қалалардың жағажайларына барып, ерікті құтқарушылар болып жұмыс істейді, судағы қауіпсіздікті қамтамасыз етеді. Және біз осындай бүкіл жұмыстарға волонтерларды тарта жұмыс істейміз. Оларды, еріктілерді тарту үшін қандай жұмыстар жүргізіледі сіздерде? Оларды біз жалақы төлене ма? Біз акиматтардан, әкімшіліктерден оларға жалақы төленеді. Мен өзім Қарағанды қаласының құтқарушылармен сөйлестім. Олар біздің саябақта жұмыс істейді. Олар айына 90 мыңдай жалақы алады. Яғни ерікті болам деп келушілерге мүмкіндік бар, оларды дайындайсыздар. Оларды бірінші дайындайды, бәрін үйретеді, көрсетеді, одан кейін олар. Неше ай оқиды, дайындалады олар? Мерзімі бар ма? Мерзімі 2 аптадай, 2-3 аптадай дайындалады. Одан кейін бір нормативтер тапсыра ма? Әрине, олар норматив, тест бәрін тапсырып, практикалық шаралар тапсырып, бәрін жұмысқа жіберіледі. Қолдарына жаңағы сертификат па? Әрине, сертификат беріледі. Содан кейін барып жұмысқа кіріседі. Дұрыс айтасыз. Суда құтқару қызметі қандай техникамен қамтамасыз етілген? Барлық жерде құтқару моторлы қайықтар бар ма? Судағы қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін біздің құтқару бөлімшелерімізде 6 құтқару бөлімшесі, 106 адам, 24 бірлік техника және қырғыш жүзу құралдары дайын тұр. Әрбір құтқару бөлімшесінде мен айта кеткен бәрінде моторлы құтқару жүзу құралдары бар. Және
біздің бөлімшелерімізде 130 волонтер және 16 ерікті құтқарушы оқытылды. Мен айтқан жаңағы. Жаңағы өзіңіз айтып өткен құтқару техникаларына жеткіліксіздік болып жата ма? Әлі де керек? Иә, әрине керек бізге, бірақ облыстық акимат, әкімшілік бізге жыл сайын жаңа техниканы, жаңа құралдарды сатып береді. Осындай жұмыстар жүргізіледі. Жаңағы құтқару техникалары заманауиландырылған ғой, олар дамып отырады. Солар туралы айтып кетесіз, көрермендерімізге қызық қой. Жыл сайын сондай техникаларымыз дамиды. Тетіктері қандай олардың? Осында бізде катерлар бар, жаңа катерлар, Казбот деген, Казбот 53, Вимбот деген бар. Балқаш қаласында бізде үлкен катер Орион деген бар. Ол 40 метрден астам. Өте үлкен катер. Олар біз жыл сайын учение, оқу-жаттығу жасағанда, олар Приозерск қаласына барады, Балқаш қаласына барып. Осымен айта кетейін, өздеріңіз көрген шығарсыз жаңалықтардан. Бізде мамыр айында облыс әкімі ашқан Приозерск қаласында республикалық центр ашылған. Водолаздарды, сүңгірлерді дайындау орталығы ашылды. Яғни осындай орталықтарыңыз бар? Бізде осындай орталық бар. Республикадағы сондай бізде единственный дейді ғой. Бірден бір орталық. Бірден бір орталық. Ондай басқа облыстарда, қалаларда жоқ. Ол жерде кімдер сабақ береді? Ол жерде көп жұмыс істеген құтқарушылар, тәжірибелерімен бөліседі. Үлкен тәжірибелерімен бөліседі, үйретеді. Жаңа заманауи бізде ондай бассейн бар, 7 метрлік. Бүкіл жерде олар жаттығу жасайды. Камера ретінде телевидение түсіріп, судың астында сондай бізде жаттығуларыңыз өтті. Иә, сондай жаттығуларымыз өтеді. Сол шараға бізде облыс әкімі, Қазақстан Республикасының төтенше жағдайлар министрлігінен вице-министр келді, және депутаттар, бүкіл облыс әкімдері келіп, осындай бізде шара өткізілді. Үлкен шара. Осы ашылуына жаңағы қонақтар келді, осы мекемелерден дейсіз ғой. Жақсы. Енді жаңағы осы орталықта, болашақта республикалық мамандармен тәжірибе алмасу шараларын өткізу сияқты жоспарлар құрылған шығар, егер бірден бір орталық болатын болса? Иә, дұрыс айтасыз. Сол орталыққа басқа мемлекеттерден де мамандар келіп, өз тәжірибе. Басқа мемлекеттерден атап өтсеңіз? Олар Ресей, Қырғызстан, Беларусь, одан кейін Ресей, Қырғызстан, Беларусь, Өзбекстаннан келді. Сосын азаматтық қорғау ұйымы, ол бүкіл осы шараға азаматтық қорғаныстың әлемдік ұйымы келіп тартылды. Жазғы кезең балалардың лагерлерде демалатын уақыты. Балалармен судағы тәртіп ережелері бойынша қандай жұмыстар жүргізіледі? Қарағанды облысының аумағында балалар демалатын 3 су айдындарының қасындағы 3 лагерлері бар. Біз суға шомылу мезгілі басталғанға дейін біз солардың су айдындарын тексеріп, қауіпсіз суға шомылу орындарын белгіледік. Және бүкіл балалармен, мектептермен интерактив сабақ өткіздік. Мамыр айында төтенше жағдайлар департаментімен 5 облыстық интерактив сабақ өткізілді. Оларда 450 мектептен астам мектеп қосылып, 15 мың адам қамтылды. Яғни барлық мектептерде сіздердің жаңағы алдын алу шаралары жұмысы жүргізілді дейсіз ғой? Жүргізілді, өткізілді. Сіздер оларды, яғни бақылауға құқықтарыңыз бар сол лагерлерде? Иә, біз құқықтарымыз бар, бірақ біз әкімшіліктермен, жергілікті полиция қызметкерлермен, жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп, солардың су айдындарын ғана тексердік. Бірақ қазіргі уақытта олардың жұмыс істеуі карантиндік шараларға байланысты әлі белгіленбеген. Көрермендерімізге судағы ережелер туралы, сондай-ақ батып бара жатқан адамдарға көрсетілетін алғашқы көмек туралы айтып өтсеңіз. Құрметті көрермендер, есіңізде сақтаңыз. Судағы қауіпті жағдайларды болдырмау үшін мас күйінде суға түспеңіз. Жабдылмаған және рұқсат етілмеген жерлерде шомылмаңыз. Білмеген және қауіпті аймақтарда сүңгімеңіз. Балаларыңызды жағажайларда, пляждарда қараусыз қалдырмаңыз. Және суда шомылу, үрмелі матрастармен терең және алысқа шомылмаңыз. Батып бара жатқан адам көрсе,
Қандай көмектер жасау керек? Батып баратқан Құтқарушы адамды болмаған жағдайда, иә? Ол адам бір адамды құтқарып жатып, өзі де батып кету керек. Сондықтан қандай қадамдарға бару керек? ең біріншіден оны судан алып шығу қажет. Оны артынан жүзіп барып, қолтықтарынан екі қолмен алып шығып, артынан шығару керек. Одан кейін ол есіне танса, оны біріншіден бір иығына жатқызып, демалу органдарынан, аузынан суды шығару қажет. Одан кейін суды шығарғаннан кейін арқасына жатқызып, аузына 2 рет үріп, ауаны 2 рет үріп, Жаңағы адамды шалқасынан жатқызып шалқасынан 2 рет үріп, кеудесінен 30 рет басу керек. Яғни су түгел шығу үшін. Жоқ, суды біз Су емес, ауыз ішіне кеткен су кету. Суды кеткізу үшін біз бір жағына жатқызамыз, екі бармағымызды тамағына саламыз да шығарамыз оны. Ал жаңағы 30 рет ол демалысын реттеу үшін, 30 рет басып, дұрыс айтасыз, оны 5-6 рет оны қайталау қажет. Яғни 30 реттен 5-6 рет қайталау қажет. Тағы батқан адамды 6 минутта әлі құтқару болады. 6 минут ішінде құтқаруға болады батқан адамды. Яғни ол 6 минутта әлі тірілтуге болады. Жақсы. Егер балалар жағажайда жалғыз жүретін болса, ата-аналар үшін қандай жаза бар? Ата-аналарға маңызды ақпарат. Егер сіздің балаларыңыз рұқсат етілмеген жабдықталмаған жерде шомылса, оны полиция бөліміне апарады, ата-аналарын шақырады. Және оларға қамқоршыларына Қазақстан Республикасының ішкі әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 364 бап бойынша айыппұл салынады оларға, ата-аналарына. Бәрекелді. Қымбатты көрермендер, суға түсу маусымы бойынша маңызды ақпараттар алалды деп ойлаймыз. Олай болатын болса, бағдарламамыз осымен тәмам, бағытымыз айқын болсын.